2024 жылғы 6 қазанға тағайындалған республикалық референдумда дауыс беру күніне 18 жасқа толған Қазақстан Республикасы азаматының қатысуға құқықтық негізі бар. Тізімдерді әкімдіктер нақтылы дауыс беру учаскесіндегі тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша тұрақты тіркелуіңіздің негізінде жасайды. Егер тұрақты тіркелуіңіз болмаса, сіз референдум тағайындалған сәттен бастап тиісті жергілікті атқарушы органда дауыс беруші ретінде тіркеле аласыз. Дауыс беру учаскелері тиісті әкімдердің шешімдерімен құрылады және олардың шекаралары бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. 2024 жылғы 20 қыркүйектен бастап өз учаскеңізде сіз республикалық референдумға қатысуға құқылы азаматтардың тізімінен өзіңіз туралы деректерді тексере аласыз. Қандай да бір өзгеріс енгізу қажет болса, дереу учаскелік референдум комиссиясына өтінішпен жүгінуге болады. Егер азамат өзінің болатын жерін өзгертсе, 2024 жылғы 20 қыркүйектен бастап 5 қазан күнгі сағат 18:00-ге дейін учаскелік комиссияға өтініштің негізінде есептен шығару куәлігін алуға құқылы. Есептен шығару куәлігін сенімхат негізінде алуға рұқсат етіледі. Бұл ретте сенімхатты нотариаттық куәландыру қажет емес. Есептен шығару куәлігін ұсынған кезде референдумның учаскелік комиссиясы дауыс беру күні азаматты оның болатын жері бойынша сайлау учаскесіндегі тізімге енгізеді. Бір елді мекеннің шегіндегі басқа учаскеде дауыс бергісі келетін азаматтарға есептен шығару куәлігі берілмейді. Әркімнің дауысы маңызды. Қазақстан Республикасының орталық референдум комиссиясы.